Жаттығуды 3-тен 1-ге дейін кері санаумен бастаймыз. Ыңғайланып отырып алыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Терең тыныс алыңыз. Дем шығарған кезде 3 санын 3 рет айтыңыз және көзіңіздің алдына елестетіңіз. Тағы да 1 рет терең дем алыңыз және дем шығарған кезде 2 санын 3 рет айтыңыз және елестетіңіз. Тағы 1 рет терең тыныс алыңыз. Дем шығарған кезде 1 санын 3 рет айтыңыз және елестетіңіз. Енді сіз бірінші деңгейдесіз. Бұл сіз кез келген мақсатқа қол жеткіңіз келген кезде қолданылатын негізгі деңгей. Сау сананың терең деңгейіне өтуге көмектесу үшін мен 10-нан кері қарай санаймын. Сандар азайған сайын сіз өзіңізді тереңдеп, сананың барған сайын тереңірек және сау деңгейіне еніп бара жатқаныңызды сезінесіз. 10, 9, тереңірек, 8, 7, 6, тереңірек, 5, 4, 3, одан да тереңірек, 2, 1. Сіз қазір сананың тереңірек және сау деңгейіндесіз. Бұрынғыдан да тереңірек. Сана мен денсаулыққа тереңірек ену үшін жай ғана қабақтарыңызды босатыңыз. Қабақтарыңызды босатыңыз. Олардың қаншалықты босаңсығанын сезініңіз. Бұл релаксация сезімі бүкіл денеңізге баяу таралуына мүмкіндік беріңіз. Денеңіздің аяғыңыздың ұшына дейін босатыңыз. Бұл толық босаңсу сезімі керемет сезім. Бұл өте сау күй. Сананың тереңірек және сау деңгейіне өтуге көмектесу үшін мен 1-ден 3-ге дейін санаймын. Және 3 дегенде саусақпен тық деп ұрамын. Осы сәтте сіз өзіңізді демалуға арналған орныңызда ойша елестетіңіз. Содан кейін мен үнсіз қаламын. Және сіз менің даусымды қайта естігенде, сананың осы деңгейінде 1 сағат уақыт өтеді. Менің даусым сізді алаңдатпайды. Сіз терең дем алып, сананың одан да тереңірек деңгейіне енесіз.
1, 2, 3. Өзіңізді менің даусымды қайта естігенше демалуға арналған тамаша орныңызда ойша елестетіңіз. Терең тыныс алыңыз. Тыныс аламыз. Терең тыныс алыңыз. Данышпан адамның ойлау қабілеті қарапайым адамның ойлауынан өз ақыл ойының мүмкіндіктерін көбірек пайдаланып, оны ерекше түрде жасауымен ерекшеленеді. Енді сіз өзіңіздің ақыл ойыңыздың мүмкіндіктерін көбірек пайдалануды және оны ерекше түрде жасауды үйренесіз. Сананың медиативті деңгейлерінде қайталанатын кейбір пайдалы мәліметтер берілген. Менің айтқандарымды менен кейін ойша қайталаңыз. Менің санам адамзат игілігіне қызмет ету үшін мүмкіндіктерді кеңінен пайдаланады. Қайталаңыз. Менің санам адамзат игілігіне қызмет ету үшін мүмкіндіктерді кеңінен пайдаланады. Күн сайын мен барлық жағынан жақсырақ және одан да жақсырақ боламын. Жағымды ойлар маған пайда келеді және мен оны қалаймын. Мен сананың осы деңгейінде, сондай-ақ сананың барлық басқа деңгейлерінде, оның ішінде сыртқы мағыналық деңгейде де өзімнің қабылдау қабілеттерімді толық басқарамын. Және шынымен де ол солай. Мен әрқашан мінсіз денені, рухты және иммундық жүйені сақтаймын. Енді алдағы күн туралы, бүгінге жоспарланған істеріңіз бен жобаларыңыз туралы ойлаудың дұрыс уақыты келді. Сіздің күніңіз дәл өзіңіз қалағандай өтіп жатыр деп елестетіңіз. Бүгінге жоспарланған барлық істеріңіз бен тапсырмаларыңыз дәл сіз қалағандай өтіп жатыр деп елестетіңіз.
асықпаңыз, күніңізді кезең-кезеңімен елестетіңіз. Таңертеңнен бастап түскі асқа дейін, содан кейін кешке дейін. Барлығы да өте біркелкі, дәл сіз қалағандай немесе одан да жақсырақ өтеді. Үйге қалай келгеніңізді және өзіңізді керемет сезінетініңізді елестетіңіз. Бүгін болған барлық тамаша оқиғалар қандай керемет. Бұл қандай жақсы сезім. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Өз қалауың бойынша өмір сүру қандай тамаша. Терең ризашылық сезімін сезініңіз. Жақындарыңызбен немесе достарыңызбен бүгін қол жеткізген жетістіктеріңізбен қалай бөлісіп отырғаныңызды елестетіңіз. Олардың сізбен бірге қуанғанын елестетіңіз. Осы қуанышты сезін. Барлығы сіз үшін жұмыс істеп жатқанына қуанышты сезініңіз. Өте керемет немесе маңызды нәрсеге қол жеткізген кезде не сезінетініңізді денеңіздің әрбір жасушасыменен сезініңіз. Бұл сезімдерді толығымен сезініңіз. Бүгін сізбен өте керемет нәрсе болатынына дайын болыңыз. Әр жолы сананың осы деңгейлерінде әрекет етсеңіз, сізге бұл деңгей физикалық және ақыл-ой жағынан да пайда келеді. Сіз осы сана деңгейлерін өзіңізге физикалық және психикалық тұрғыдан көмектесу үшін пайдалана аласыз. Сіз осы сана деңгейлерін жақын адамдарыңызға, физикалық және психикалық адамдарға көмектесу үшін пайдалана аласыз. Сіз бұл сана деңгейлерін физикалық және психикалық көмекке мұқтаж кез келген адамға көмектесу үшін пайдалана аласыз. Сіз сананың бұл деңгейлерін тек конструктивті және шығармашылық түрде пайдаланасыз. Жақсы, адал, таза, нәзік және оң ниетпен пайдаланасыз. Және шынымен де ол солай болады. Сіз болашақ ұрпақтар үшін жақсы дүние қалдыру үшін
Біз өмір сүріп жатқан әлемді жақсарту үшін сындарлы және шығармашылық іс-шараларға қатысуға ұмтыласыз. Сіз ата-анаңызды, аға мен әпкеңізді, кез келген ұл мен қыз сияқты бүкіл адамзатты түсіністікпен қабылдайсыз. Сіз ерекше адамсыз. Сізде үлкен түсінік бар. Сіз мейірімді әрі сабырлысыз. Бір сәтте мен 1-ден 5-ке дейін санаймын және саусағымды тық еткіземін. Осы сәтте сіз көзіңізді ашасыз, өзіңізді көңілді және жақсы сезінесіз. Денсаулығыңыз керемет болады. Өзіңізді бұрынғыдан да жақсы сезінесіз. Көру мен көру өткірлігі және есту қабілеті сіз сананың осы деңгейлерінде болған сайын жақсара түседі. 1, 2, енді ақырындап осы сәтке ораласыз. 3, 5 дегенде сіз көзіңізді ашасыз. Өзіңізді жақсы және көңілді сезінесіз. Денсаулығыңыз керемет болады. Бұрынғыдан да жақсы сезінесіз. Өзіңізді сау қалпына келтіретін, сергітетін ұйқыдан кейінгі дей сезінесіз. 4, 5. Көзіңдерің ашық, өзіңді жақсы сезінесің, көңіл күйің тамаша, денсаулығың мықты, бұрынғыдан да жақсы.